9 сынып алгебра 23-те 3-ші есеп, есептің шарты, өрнектің мәнін табыңдар дейді. Бірінші есеп, синус минус 225 градус берілген. Синус бізде тақ функция болғандықтан, берілген минус таңбамыз синустың алдына шығарып жіберуге болады. Сонда минус синус 225 градус деп жазуға болады. Енді 225-ті минус синус 225-ті 180 градус қосу 45 градус деп жазып аламыз. Минус деген таңба алдында тұра береді. Келтіру формуласын қолданатын болсақ, бұл жерде минус синус 45 деп жазып аламыз. Ары қарай, мына минус пен минусымыз екеуі плюс болып кетеді тағына, синус 45 градуста есептің мәні төбірасты 2 бөлу 2-ге тең. Екіншісі, синус 7π бөлу 6 тең. Синус 7 көбейту пи бізде 180 градусқа тең. Орнына қойып аламыз. Бөлімінде 6. 180 мен 6-ны қысқартамыз 30. Ары қарай синус 7 мен 30-ның көбейтіндісі 210 градусты береді. Ал енді 210-ды синус 180 градус плюс 30 градус деп жазып аламыз. Ал бұл орында бізде минус синус 30 градусқа тең. Келтіру формуласы бойынша. Ал енді кестеде синус 30 градустың мәнін қоя саламыз, алдында минус таңбасы. Минус 2-ден 1-ге тең. Косинус минус 4π бөлу 3. Косинус жоқ функция болғандықтан, мына минус таңбасын жойып жібере салуға болады. Сонда бұл бізде 4π бөлу 3-ке тең. Осылай жазамыз. Ары қарай косинус 4 көбейту пидің орнына 180 градус бөлімінде 3. 180 мен 3-ті қысқартамыз 60. Бізде не қалды? Косинус 4 пен 60-ның көбейтіндісі 240 градус. Тең болады. 240-ты енді біз жазуымызға болады. Косинус 180 градус плюс 60 градус деп міні. Ары қарай келтіру формуласы бойынша бұл бізде минус косинус 60 градусқа тең. Косинус 60 градус ол 2-ден 1-ге тең, алдына минус таңбасын қоямыз. Келесі төртіншісі тангенс минус 240 градус тең. Тангенс тақ функция болғандықтан минус таңбаны алдына шығарып тастаймыз. Минус тангенс 240. Міне. Ал енді 240-ты былай жазуға болады. 180 градус плюс 60 деп міні. Келтіру формуласы бойынша бұл бізде минус тангенс 60 градусқа тең. 60 градуста тангенстің мәні төбірасты 3, алдында минус болады. Косинус 25π бөлу 3 тең. Косинус 25 пидің орнына 180 градусты қоямыз. Бөлімінде 3. 180 мен 3-ті қысқартамыз 60. 25 пен 60-тың көбейтіндісі болады косинус 1500 градус. Ал 1500 градусты біз былай жазуға болады. Косинус 4 көбейту 360 градус, өйткені шеңбер толық бір айналып шыққан кезде бізде 360 градусты береді. Яғни 4 рет айналдырып, қосу деп 60 деп жазатын болсақ, бізде 1500 градус қайта шығады екен. Міне. Сонда біз оны келтіру формуласы бойынша косинус 60 градус деп жазамыз. Косинус 60 градустың мәні 2-ден 1-ге тең. Котангенс минус 9π бөлу 4. Берілгені. Котангенс тақ функция болғандықтан минусты алдына шығарып тастаймыз. Котангенс 9π бөлу 4 деп міні. Ал енді пидің орнына 180 градусты қоямыз. 9 көбейту 180 бөлімінде 4 тең. 180 мен 4-ті қысқартамыз. 45 қалады. Ал енді 9 мен 45-тің көбейтіндісі 405 градусты береді. Ары қарай 405-ті біз былай жазып аламыз. Котангенс 360 плюс 45 деп жазамыз. Келтіру формуласы бойынша бұл бізде минус котангенс 45 градусқа тең. Котангенс 45-те мәні минус 1. Келесі, жетіншісі. Синус минус 17π бөлімінде 6 тең. Синус тақ функция болғандықтан минусты алдына шығарамыз. Минус синус 17π бөлімінде 6 тең. Минус синус 17 пидің орнына 180 градусты қоямыз. Бөлімінде 6. 180 мен 6-ны қысқартамыз 30. Ары қарай минус синус 17 мен 30-тың көбейтіндісі болады 510 градус. Ал енді 510 градусты біз мына түрде жазып аламыз. Минус синус 360 градус плюс 150 деп. Яғни 360-ға 150-ді қоссақ 510 шығады. Тең. Келтіру формуласы бойынша бұл бізде минус синус 150 градусқа тең. Енді қараңыздар, бұл жерде 150 градусты да бұлай жазып алуға болады. Минус синус 90 плюс 60 деп міні.
минус алдында тұра береді, ал синус 90 плюс 60-ты келтіру формуласында минус косинус 60 градус деп жазамыз. Міне. Минус пен минус плюс болып кетеді, ол бізде косинус 60 градусты береді, ал косинус 60 градустың мәні 2-ден 1-ге тең. Түсінікті деп ойлаймын, сұрақтар болса комментарийге қалдырып отырамыз. 8-ші. Тангенс минус 19 пи бөлу 6. Тангенс тақ функция, алдында минусты шығарып тастаймыз. 1-ден 19 көбейту 180 деп жазып кете берейік, пидің орнына қойып. Ары қарай 180 мен 6-ны қысқартамыз. Сонда не қалады? Минус тангенс 19 бен 30-дың көбейтіндісі 570-ті береді. 570 градус. Ал енді бұл 570-ті біз мына түрде жазамыз. Минус тангенс 360 плюс 210 деп жазуға болады. Келтіру формуласы бойынша ол бізде минус тангенс 210 градусқа тең. Ал енді 210 градусты да біз мына түрде жазуға болады. Минус тангенс 180 градус плюс 30 градус деп. Ол минус тангенс 30 градусқа тең. Ал тангенс 30 градуста минус 1 бөлу түбірасты 3-ге тең болады екен. Есеп түсінікті деп ойлаймын. Сұрақтар болса комментарийге қалдырып отырамыз. Келесі. 23-4-ші есеп. Есептің шарты бойынша өрнекті ықшамдаңдар деп тұр. Бұл жерде келтіру формулаларын қолданамыз. Яғни 1 азайту синус квадрат 270 плюс альфаны формула бойынша біз косинус квадрат альфа түрінде жаза аламыз. Ал негізгі тригонометриялық тепе-теңдіктер бойынша 1-ден косинус квадрат альфаны азайтатын болсақ, ол бізде синус квадрат альфаға тең. Болды, есеп шықты. Келесі. 1 азайту косинус квадрат 270 азайту альфаны келтіру формуласы бойынша синус квадрат альфа деп жаза аламыз. Ал енді 1-ден синус квадрат альфаны азайтатын болсақ, ол бізде косинус квадрат альфаға тең. Үшіншісінде 1 азайту синус квадрат 360 азайту альфа, ол синус квадрат альфаға тең. Келтіру формуласы бойынша азайтатын болсақ, косинус квадрат альфаға тең болады. Ары қарай 1 азайту косинус квадрат альфа деп жазамыз. Ол бізде синус квадрат альфаға тең. Келесі 1 қосу котангенс квадрат 270 азайту альфамыз келтіру формуласы бойынша 1 қосылған тангенс квадрат альфаға тең. Ал негізгі тригонометриялық тепе-теңдіктер бойынша 1 плюс тангенс квадрат альфа ол 1 бөлу косинус квадрат альфаға тең. Келесі 6-шысында 1 қосу тангенс квадрат 360 азайту альфа, оны біз 1 плюс тангенс квадрат альфа түрінде жаза аламыз. Ол бізде жаңағы 5-ші есептегі сияқты 1 бөлу косинус квадрат альфаға тең. Жалпы бүгінгі 23-ші және 23-4-ші есептер түсінікті деп ойлаймын. Егер сұрақтар болса, комментарийге қалдырып отырамыз. Келесі сабақтарда кездескенше.